Көктемнің алғашқы күндерінде Қазақстан премьер-лигасының бірінші тур ойындары өтті. Бүгінгі шығарылымда сол матчтарға шолу жасаймыз. Астана тұрғындары футболды қатты сағынғаннан болса керек, ойын басталуына 5-6 сағат қалғанда билеттер таусылды. Бұл 16 жастағы футболшының КПЛ-дағы дебюттік голы. Манчестер Ситидің өзбекстандық футболшысы Абдуқадир Қосановты озып кетіп, Англияның жұлдызына айналама. Ассалаумағалейкум достар. Көктемнің алғашқы күндерінде Қазақстан премьер-лигасының бірінші тур ойындары өтті. Бүгінгі шығарылымда сол матчтарға шолу. Қазақстан премьер-лигасының шымылдық ашар матчында Атырау Елімайды қабылдады. Алаң иелері 11-ші минуттақ есеп ашып алға шықты. Жаңа маусымның алғашқы голын едіге Оралбай өз атына жазды. Семейлік клуб көп ұзамай Фейсал Муличтің көмегімен таразы басын теңестірді. Оған Қазақстан құрамасына шақырту алады деп жүрген Серікжан Мужиков пас шығарып берді. Ал 53-ші минутта Матеус Барбоза пенальтиді сәтті пайдаланып Атырауға жеңіс сыйлады. Есеп 2-1. Алғашқы турда бір емес 2 орталық матч жоспарланған еді. Оның алғашқысы Түркістанда өтті. Ордабасы Түркістан аренада Ақтөбемен кездесті. Алғашқы тайм толықтай шымкенттік клубтың басымдылығымен өтті. Бірақ гол соғылмады. Екінші таймда Ақтөбе оянып шабуылдарын жиілете бастады. Ал Ордабасының айбалаңына қарай әуелете асырған пастарынан нәтиже бола қоймады. Қос команданың да құрамы әжептәуір жаңарылғандықтан ойыншылар бірін-бірін түсінбей жатты. Нәтижесінде гол соғылмай, матч тең аяқталды. Ізіншала назарымыз Қостанайдағы Тобыл аренаға ауды. Ол жақта жергілікті Тобыл премьер-лиганың дебютанты Ұлытаумен күш сынасты. Бәрі күткендей алаң иелері тек шабуылдаумен, ал жезқазғандық клуб қорғанумен уақыт өткізді. Бірінші тайм аяқталар тұста Николай Сигневич Ислам Чеснаковтың пасын голға айналдырды. Ойынның екінші бөлігінде Чеснаковтың бір өзінде гол соғатын 3-4 мүмкіндігі болды. Қазақстан құрамасының футболшысы оның тек біреуін пайдаланып, командасына жеңіс сыйлады. Екінші ойын күнін Қайсармен жеңіс ашып берді. Матч кезінде қар тоқтамай жауып футбол ойнауға кедергісін келтірді. Содан болса керек, бұл матчта гол көре алмадық. Әлеуметтік желілерде Қайсар қақпашысы Нұрымжан Салайдынның стадион қызметкеріне қар тазалауға көмектескенін көріп көз сүйсінді. Түркістан арена алғашқы турда 2 ойынды қабылдауға мәжбүр болды. Бұл жолы номиналды емес, нағыз алаң иелері болып саналатын Тұран Оқжетпеспен кездесті. Түркістандық клуб құрамына өзбекстандық футболшыларды топырлатып алған еді. Бүгін соның біреуі, атап айтсақ, қазақ футболының жанкүйерлеріне жақсы таныс Шоғбоз Омаров пайдасын тегізді. Алғашқы голды дәл сол Ордабасының экс-футболшысы соқса, екіншісін 19 жастағы ресейлік шабуылшы Лукас Гурский өз еншісіне жазды. Қорытынды есеп 2-0 Тұранның пайдасына. Одан кейінгі матч Қызылжар мен Жетісу арасында өтті. Бұл жақта да тең нәтиже тіркелді. Бірақ алдыңғы екеуі секілді болмай, қос команда бір голдан соғып алды. 24-ші минутта Самат Жарымбетов Петропавлдық клубты алға шығарғанымен 77-ші минутта Дмитрий Шмидт таразы басын қайта тең қылды.
Бірінші тур Астана мен Қайрат арасындағы орталық матчпен аяқталды. Астана тұрғындары футболды қатты сағынғаннан болса керек, ойын басталуына 5-6 сағат қалғанда билеттер таусылды. Матчты тамашалауға 26 мың жанкүйер келіп, Қазақстан чемпионатының жаңа рекордын орнатты. Бұған дейінгі рекорд 2024 жылдың сәуіріндегі Қайрат пен Ақтөбе арасындағы ойында тіркелген еді. Ол кезде 22.804 жанкүйер жиналды. Енді қос команданың құрамына тоқталайық. Йосип Чондрич соңғы күндері температурасының көтерілуіне байланысты жаттығуға қатыспаған екен. Сол себепті Астана қақпасын Мұхамеджан Сейсен қорғады. Басқа айтарлықтай өзгеріс болмады. Ал Қайрат сапында еркін тапалып суперкубок матчында алған қызыл қағазының салдарынан құрамға енбеді. Ойынның жарты сағатына дейін қос команда қауіпті шабуылдар ұйымдастыра қоймады. 38 минутта алаңға жарақат алған Элдер Сантананың орнына Дастан Сәтбаев шықты. 3 минут өткеннен кейін Марин Томасов сиқырлы сол аяғымен ғаламат соққы жасап есеп ашты. Жеффри Чинудэді гол соғатын бірнеше мүмкіндік болды. Оның біреуін голға айналдырып еді, офсайд деп санамай қойды. Ал матчтың 67 минутында болашақ Челсидің ойыншысы Дастан Сәтбаев теңестірді. Бұл 16 жастағы футболшының КПЛ-дағы дебюттік голы. Манчестер Ситидің өзбекстандық футболшысы Абдуқадир Қосановты озып кетіп, Англияның жұлдызына айналама. Пікірлеріңізді астына жазыңыздар. Ойынның соңы қауіпті шабуылдарға толы болды. 81 минутта Валерий Громыканың ал қосымша уақытта нұралы жақсылықтың тепкен добы қақпа маңдайшасын дүр сілкінтті. Нәтижесінде 1-1 есебі тіркеліп, қос команда бір ұпайды қанағат тұтты. Бірінші турдың қорытындысы бойынша 4 матчта тең нәтиже тіркелді. Жалпы 7 кездесуде небәрі 11 гол соғылды. Екінші тур ойындары 8 және 9 наурыз күндері өтеді. Одан кейін халықаралық үзіліске байланысты командалар демалысқа кетеді. I think it was a hard game, first game of the season. I think we need to work a lot on our game, and I think everything will be better. I just came to apologize, and I didn't really mean to hurt him, but football is like this, so
sometimes it's like this, and I didn't really mean to hurt him. I think it was clean tackle, and after the tackle I hit him, I think in the knee maybe, I don't really know, but I apologized to him, and yeah, I think he's a good player. He's young, and I think for him future is bright, and I really want to wish him all the best because he's young and he's going to England. I have the same experience when I was similar age of him. He's 16, I think, yes. Yes. So I have similar experience, and I think he will see what England football is about. He needs to just to work, and everything will be good. For us, it's not a good game, but it's the first game for the season. We have to keep pushing, and we have to be better. This is the best stadium, the best pitch in the league. Everything was like really good. Everything is really good. The fans, the atmosphere, the rain, everything is like really good, and this is perfect. No complaints. We expect to win the league, nothing more. We want to win the league. We want to go as fast as we can in the Conference League, and that is the goal for the season. And we will not back down. We will work, and then we will, to the end of the season, we will have our goals and achieve our goals. Yes. I have my target, and to help the team. For me, most important is the team wins and how far we go. Personal goal I have for myself, but I think for me it's better when the team wins and everybody's like happy, and not I have my personal goal, I'm happy and the team is not happy, So I play for the team, and I hope I can get my goal, and then the team can get their goal also. We can get together. Насчет Руслана, отличный игрок. Надеюсь, что это наше будущее. Главное продолжать в том же темпе. Главное дисциплинированно подходить к этому вопросу. Надеюсь, все у него будет хорошо, и он станет будущим настоящим нашего казахстанского футбола.